Алтынбектің фото әлемі Таразда танымал фотограф, Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, Арай жастар газетінің фото тілшісі Алтынбек Қартабайдың ерекше фото көрмесі өтті. Бақ саласында 20 жылдан астам уақыт еңбек етіп келе жатқан фотографтың туындылары көздің жауын алады. Халықаралық, республикалық байқаулардың жүлдегері Алтынбек Қартабайдың көрмеге әртүрлі жанрдағы 80-ге жоқ фото туындысы қойылған. Фотография жанры өзі 27 жанрға кетеді. Соның ішіндегі бір 5-6 жанр осы жерде бар. Оны тек қана мен қазір портрет түсірдім деп айтпаймын. Бұл жерде макро да бар, бұл жерде пейзаж да бар. Алтынбек аңғарымпаз, ерекше дүниелерді көре білетін кәсіби маман. Көрмеге келген әріптестері мен достары фототілшінің туындыларын жоғары бағалайтындығын жеткізді. Бұл Алтынбек қазақ халқына әлемге танылған суретші. Оны ешкім айтқан жоқ, мен айтам, әлемге танылған суретші. Өйткені әлемдік фотокурстардан жүлде алып жүр. Сондықтан бұл жерде бәріміз жиналғаннан кейін бүкіл әлемдік фото өнерінің туындыларын көрсету керек. Жерар Депардье түсі көп адам біле бермейді. Жерар Депардьені түсірген. Айта кетейік, фототілші Алтынбек Қартабайдың туындыларын көпшілік назарына ұсыну Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы қызметкерлерінің бастамасы. Қанат Күзберген, Аружан Меркібай, Дәулет Акимов, Елдар Түстікбай, 24 News.